Баршаңызға хайырлы уақыт тілеймін. Сіздермен бірге ардақ. Бүгін біз уәде етілген әлемдердің Раббысы Алла Тағаланың әрбір көркем есімдерінің кереметі жайлы жеке-жеке тоқталамыз. Ендеше біз бастаймыз. Аллах. Әлемдердің жаратушысы. Бұл Хақ Тағаланың ең маңызды, ең басты есімі. Бұл есім басқа ешкімге айтылмайды. Бұл сөз араб тіліндегі нағыз Құдай деген сөзден өрбиді. Алладан басқа Құдай жоқ. Ол мәңгі тірі, өздігінен тұрушы. Әли Имран 2 аят. Кім осы есімді күніне 1000 рет қайталаса, күмән атаулы жойылады. Оның орнына Құдайға деген иманы кәміл, сенімі берік бола түседі. Тәңірдің осы басты есімін көп қайталап, дұға қылудың түрлі дерттерге дауалық әсері де бар. Ар-Рахман. Аса рахымды, аса мейірімді. Мейірім рахымы бүкіл әлемдерді, дүние мен ақыретті, күллі жаратылысты, мұсылмандарды да, кәпірді де қамтушы. Құдайларың бір Құдай, одан өзге Құдай жоқ. Ол аса рахымды, әрі ерекше мейірімді. Бақара сүресі 163 аят. Бұл есімді көп қайталаудың пайдасы. Адамдардың есте сақтау қабілеті жақсарып, жүректегі қатыгездік сезімі жойылады. Әрбір намаздан кейін 100 рет қайталаса, дінге деген салғырттықтан арылады. Ар-Рахим. Ерекше мейірімді. Ол Алла, одан өзге Құдай жоқ. Ол ғайыпты да, көрнеуді де білуші. Ол аса рахымды, әрі ерекше мейірімді. Бұл есімді әрбір намаздан кейін 100 рет қайталаған жан түрлі бәле жаладан құтылады. Әл-Мәлик. Патша, билік иесі. Патша, билік иесі. Алла бәрінен де биік. Патша. Одан басқа Құдай жоқ. Ол ардақты аршынның иесі. Осы есімді түс ауғаннан кейін көп мәрте қайталаған пенде ақшаға деген тәуелділіктен құтылады. Әл-Құддус. Аса қасиетті, өте пәк, кемшіліктерден пәк, және адам баласының ойына келетін ішін келбеттерден тыс. Ол Алла, одан басқа Құдай жоқ. Ол патша, әрі аса қасиетті. Осы көркем есімді әрдайым қайталап жүрген жанды Алла рухани кеселдерден сақтайды. Ол үшін осы есімді күніне 100 рет қайталау керек. Әс-сәлам. Бейбіт, сәлем иесі. Есендік беруші, жетіспеушіліктерден пәк, өзінің жаратқан мақлұқтарына амандық береді. Ол Алла, одан басқа Құдай жоқ. Ол патша, әрі аса қасиетті, бейбіт. Бұл көркем есімді көп мәрте қайталаған пендесін Алла түрлі бәле жаладан, сынақтардан сақтайды. Ал осы есімді 115 рет немесе 160 рет оқып, науқасқа дем салса, Алла қаласа оған ем болады. Әл-Муъмин. Аса сенімді, қорғаушы, сенуші, өзі туралы ұлық кітаптар мен пайғамбарлар арқылы білдіртеді. Өзінің сүйікті құлдарын қауіп қатерден сақтайды.
Ол Алла, одан басқа Құдай жоқ. Ол патша әрі аса қасиетті, бейбіт, аса сенімді. Осы есімді бір Құдайдан қорыққан түрде 630 мәрте қайталаған адамды Алла барлық таухметтерден қорғайды. Әрдайым қорғану ниетімен оқып жүруге әбден болады. المهيمن Толық басқарушы, толық бақылаушы, үстем, қорғаушы. Баршаның үстінде билік жүргізеді және бәрі де оның иелігінде. Жаратқан мақлұқтарының үстінен қарап бақылап тұрады. Кімде-кім бұл керемет есімді қосыла алғаннан кейін намаз оқып 100 мәрте шынайы ықыласпен айтса, Алла тағала оны рухани тазартады. Ал осы көркем есімді кімде-кім 115 рет қайталаған адамды Алла бұрын білмеген нәрсесімен таныстырады. العزيز Үстем, аса даңқты, бәріне құдіретті, аса зор, ұлық, қуатты, зор кеңшілік иесі. Онымен ешкім теңесе алмайды. Ол Алла сондай, сендерді жатырларда қалауынша бейнелейді. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол үстем әрі аса дана. Кімде-кім Алланың бұл көркем есімін 40 күн бойы әр күн сайын үздіксіз 40 мәрте қайталаған болса, Алла құрметтілікпен дербестік сыйлайды. Ал күн сайын таң намазынан кейін 40 мәрте қайталаса, таршылық пен мұқтаждықтан құтқарады. Құрметті тыңдарман, Алланың көркем есімдерін жаттап, оның мән-мағынасын түсінуге тырысайық. Ана тілді арнамыздың дамуына өз үлестеріңізді қосып, жақындарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.